Сіз енді ғана тәтті ұйқыға кетіп бара жатырсыз. Кенеттен биіктен құлап кеткендей немесе тоқ соққандай селк етіп ояндыңыз. Жүрегіңіз тасырлап соғып тұр, ал сіз не болғанын түсінбейсіз. Көбісі мұны жын-шайтан түртті немесе бастырылып қалдым деп ойлайды. Бірақ шындық әлдеқайда қорқынышты және қызықты. Бұл сәтте сіздің миыңыз сізді өлді деп ойлап, қайта тірілтпек болады. Иә, қателескен жоқпын. Қазір неге екенін түсіндіремін. Мидың қателігі. Медицинада бұл құбылысты гипникалық селк етіс деп атайды. Қарапайым тілмен айтқанда, сіз ұйықтап бара жатқанда бұлшық еттеріңіз тым тез босаңсып кетеді, жүрек соғысы баяулап, деміңіз азаяды. Сол сәтте мидың бір бөлігі шошып кетеді. Тоқта, бұл адам ұйықтап жатыр ма, әлде өліп бара жатыр ма? Ми бұл күйді өлім деп қабылдап, сіздің тірі екеніңізді тексеру үшін денеңізге қатты электр импульсын жібереді. Нәтижесінде сіз селк етіп тірімін деп оянасыз. Маймылдардан қалған мұра. Ғалымдардың тағы бір қызық нұсқасы бар. Ерте заманда ата-бабаларымыз ағаш басында ұйықтаған. Егер олар ұйқыда қатты босаңсып кетсе, ағаштан құлап, жыртқыштарға жем болар еді. Сондықтан ми құлап барасың, оян деген инстинктті қалыптастырған. Бүгін сіз жұмсақ төсекте жатсаңыз да, сіздің ішкі маймылыңыз әлі де ағаштан құлап кетуден қорқады. Егер сіз аптасына бірнеше рет осылай оянсаңыз, бұл қалыпты жағдай емес. Бұл сіздің ағзаңыздың мені құтқар деген дабылы. Түнде ішкен қою шай немесе кофе миды қоздырып тастайды. Күні бойы уайымдасаңыз, ми түнде де жауынгерлік дайындықта болады. Егер аз ұйықтасаңыз, ми ұйқының фазаларынан тез секіріп өткісі келіп қателеседі. Бұдан қалай құтыламыз? Бірінші орында магний ішіңіз, бірақ дәрігермен кеңесіп, ол бұлшықет пен жүйкені тыныштандырады. Екінші, ұйықтар алдында 1 сағат бұрын телефонды лақтырып тастаңыз. Көк жарық миды алдайды. Үшінші, бөлмені желдетіңіз. Салқын жерде ми тыныш ұйықтайды. Ал сіз бүгін түнде құлап кеткендей болдыңыз ба? Пікір жазыңыз, көрейік қанша адам ағаштан құлап жатқанын. Лайк басуды және жақыныңызға жіберуді ұмытпаңыз. Келесі видеода түнде кенеттен шөлдеп оянудың қаупін айтатын боламын. Сау болыңыздар.